Бүгінгі видео екінші бөлім. Аяқ қол мұздағанда не істеу керек және қалай емдеу керек, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видео соңында сізді керемет жаңалық күтіп тұр. Ал оған дейін достар, каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Және де колокольчикті басып қойыңыздар. Ол сіздер үшін жай ғана кнопка болғанымен мен үшін өте маңызды. Ардақты алтын достарым, егер ешқандай себепсіз аяқ қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қабылдасаңыз жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпаңыз. Бұл дертті үй жағдайында емдеуге болмайды. Міндетті түрде себебін анықтап алу керек. Ал егер суықтан, мұздай суға шомылғаннан немесе салқын суға қолыңызды ұзақ жуғаннан аяқ қол мұздап бастаса, онда мына әдіспен емдеуге болады. Бірінші, массаж. Кез келген эфир майына зімбір, дашын немесе ұнтақталған қарабұрыш қосып, аяқ қолыңызға жағасыз. Саусақтарыңызбен баяу қимылмен уқалап массаж жасаңыз. Бұлау, кенде ыдысқа қол күймейтіндей 1,5-2 литр су құясыз. Оған жарты келі теңіз тұзын, 2 ас қасық сүт пен 2-3 тамшы гүлшетен, розмарин майын араластырасыз. Осы суға аяғыңызбен қолыңызды салып 20-25 минут отырасыз. Сосын аяқ қолдарыңызды құрғатып, сүртіп, крем жағасыз. Аяғыңызға жылы шұлық киюді ұмытпаңыз. Жаттығу. Міндетті түрде велосипед жаттығуын жасаңыз. Ол үшін шалқаңызбен жатасыз, 2 аяғыңызды кезек-кезек бүгіп жазасыз. Осылайша 5-6 минут жасасаңыз жеткілікті болады. Қарама-қарсы бұлау. Аяқ қолды жылытып, ағзаны шынықтыратын керемет әдіс. Емді үзбей жүргізсеңіз, бір емес бірнеше аурудан айығатыныңызға сеніңіз. Нақтырақ айтқанда, аяқ қолдың мұздауын тоқтатады, тамырдың жұмысын жақсартады, қан айналымды реттейді, аяқтың саулығын арттырады. Ол үшін 2 бірдей ыдыс аласыз, біреуін 30-35 градус, екіншісіне 12-15 градус су құясыз. 2 ыдысқа кезек-кезек аяқ қолыңыз саласыз. Ем 20-25 минут жүргізілуі керек. 3-5 минутты жылы суға, 10 секунд салқын суға саласыз. Емді күніне 5-6 рет қайталасаңыз болады. Емнен соң аяқ қолды құрғатып, сүртіп, жылы шұлық киесіз. Ескерту, бұл емді варикозы барларға жасауға болмайды. Одан бөлек тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Мейлінше С дәруменнің қайнар көзі болып табылатын кивиді, қарақатты, апельсинді жеңіз. Жиі жеп тұрыңыз. Бұл қанның ұюын болдырмайды, ал жіңішке қан тамырлардың жағдайын жақсартқыңыз келсе, шикілдеуік пен жаңғақты көбірек тұтыныңыз. Шикілдеуік деген шемекі. Ағзаны темірге байытқыңыз келсе, қара өрік, жұмыртқаның сары-уызы мен алманы үзбеңіз. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз, спортпен шұғылданыңыз, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Кофенің орнын ыстық шаймен немесе шөп шаймен алмастырыңыз. Ең маңыздысы әрі негізгісі, аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Аяқты қыспайтын, терлетпейтін болуы керек. Жайлы аяқ киім жанның рахаты әрі қанның дұрыс айналуына септігін тигізетін болады. Осымен 2 бөлімге созылған видеом аяқталды. Сіздерге қиын болмайды деген ойдамын. Лайк басу, каналыма тіркелу және достарыңызбен бөлісу. Ол мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар. Қазақ елі аман болсын. Дұрыс айтасың. Тоқта, телефон жаппай тұратыр. Алдындағы безеуді не істедің, кетірдің ба? Толып кетті, кетпей жатыр. Алашқанда бір түр саған барлығы қарайтын сияқты ұялып жүрсің бе? Олай болса мен 3 күндік марафон жасайын деп жатырмын. Ол марафонда 90% безеуді және безеудегі дақтарды кетіретін әдісті айтатын боламын. Марафонға тіркел. Мен сені марафонда күтемін. Ол үшін подробный батырмасын басыңыз.